Расымен де барлық мақтау Аллаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алладан басқа Құдай жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Әл-Исра сүресінің тәрім-тәрбиесіндеміз. Өткенде 10-шы аятта тоқтаған болатынбыз. Алла Тағаланың сәттілігін тілей отырып 11-ші аяттан бастаймыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ядъул инсану биш-шарри дуғааху бил-хайри дейді. Адам баласы жүрегінде иман болмағандықтан, Алланың заңдылықтарын түсінбегендіктен, көп мәселелерде Алла мен Алланың заңдылықтарына қатысты білімсіз болғандықтан, өзінің басына жақсылықты қалай тілеп жүрсе, жамандықты да солай тілейді дейді. Жамандықты да солай тілеп шақырады дейді. Ва канал инсану ажула. Өйткені адам баласы сондай бір асығыстыққа бейім жаралған дейді. Яғни білім болмаған кезде асығыстық адамды жеңіп кетеді екен. Білім болмаған кезде адамды мұң, уайым, ашу деген нәрселер жеңіп кетеді. Сол кезде ол өзінің басына бір жамандықты шақыра салады дейді Алла Тағала. Көбінесе Алла Тағала біздерді қалаған кезінде өзінің даналығына сай таршылықпен сынауы мүмкін. Бір қиындықпен сынауы мүмкін. Немесе бірінен соң бір келіп жатқан сәбилер шетіней беруі мүмкін. Алла өзі біледі не істеп жатқанын. Ол өзінің ісінде дана. Алайда біз Алланың бұл заңдылығын сынақ үшін жаралғанымызды түсінбеген кезде, жаңағындай қиындықтарды көтере алмай қалып, адам басына сол кезде бір жамандықты тілеуге дайын тұрады екен. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында қасындағы сахабалар, олар да енді бірте-бірте үйреніп жатыр. Біз де бірте-бірте үйреніп жатқандай. Сол бірте-бірте дінді, Алланың заңдылықтарын үйреніп жатқан кездер болатын. Сондай бір жорықтардың бірінде, сахабалардың айтуы бойынша, жорықтардың бірінде бір түйеге 7 адамнан кезектесіп мінген кезіміз болды дейді. Сол кезде бір кісінің кезегі келді де, ол түйеге мінген кезде түйе жүрмей қойды дейді. Сол түйенің жүрмей қойғанына да адам деген сондай әлсіз, мысалы бір күшті болуы мүмкін, ол біреумен күресетін болса жеңіп кетуі мүмкін. Бірақ Алланың оны бір көндіргісі келетін жағдай туғызғанда, сол жағдайға көніп жатқанын көтере алмайтын адамдар болады. Мысалы, келе жатып сүрініп қалғанына соны көтере алмай жылайтын адамдар болады да, сөйтіп жолды лағнет дейді ол, мысалы. Сондай нәрселер бар, мінездер. Сонда жаңағы сахабалардың біреуі сөйтіп жаңағы түйені лағнет деп жібереді. Өй, қарғыс атқыр деп, мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естіп қалады да, кім ол түйесін қарғап атқан? Мен деп айтады. Түс андағы түйеден не үшін үстінде отырсың лағнет дегеннен кейін? Оған қарғыс айтып үстінде қалай отырсың дейді. Сосын сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ла тадъу аля анфусикум. Ешқашан өздеріңе жамандық тілемеңдер. Ва ла тадъу аля хадамикум. Қол астыларындағы қызмет жасап жүрген адамдарға да жамандық тілемеңдер. Ва ла аля ауладикум. Балаларыңа да жамандық тілемеңдер. Ва ла аля амваликум. Сондай-ақ малдарыңа да жамандық тілемеңдер. Ла туафиқу мин Аллахи сағатан юссалу фиха атаан фаястаджиба лакум деп аяқтайды сол хадисін. Алла Тағаланың міндетті түрде жауап беретін сағатына сәйкес келіп қалмасын,
өзіңе жамандық тілеп атқан кезің дейді. Фаиннал малаиката юамминуна аля ма тақулун. Шынымен де періштелер айтып жатқан сөздеріңе амин деп қалады дейді. Сондықтан да бала сізге берілген. Сіз оны тәрбие мектебінен өткізу керексіз. Оны тәрбиелеу жолында үлкен сабыр керек, үлкен рахымдылық керек. Ол сіз ойлағандай жұмыс емес ол. Сіз сол жұмыстың табиғатына сыну керексіз да. Егер сіз сынбасаңыз, ана бала сіздің ойыңыздағыдай болмай жатқанда, өй деп, бізде қаншама сөздер бар үйде. Қарапайым болып кеткен, мысалы қоғамда қарасаңыз, мойның үзілгір деген сөз айтылады. Кәдімгідей айтылады ол. Дүкенге жіберіп бармай қалса, құрып кеткір деген сөз айтылып жатады. Неше түрлі сөздерді естіп жатырмыз адамдардан, мысалы. Келмеске кетсін деген сөздер айтылып жатады. Сол жаңа қыздарға да сондай нәрселер айтылып жатады. Дұрыс адамын таппағыр. Неше түрлі сөздер балаларға айтылып жатады. Ол бала тәрбие мектебіндегі бала ол. Сен баламен жұмыс жасай алмай жатқан кезде өзіңіз ойлаңыз да. Сондықтан да көлігіңіз жүрмей қалса, көрдіңіз бе? Көне алмайсыз. Көну деген ол бір қорлық. Сосын көлікке тіл тигізіп қана өзіңнің дәрежеңді көтересің. Итаяқ, құрып кеткір деп өзіңді көтересің да, оны түсіргің келеді. Енді өзіңді көтеру үшін біреуді түсірмейді ғой. Ол өзіңнің көлігің ғой. Аталы қалады, сынады. Неге ол көлік сіздің ойыңыздағыдай бола беру керек ол? Бала да сіздің ойыңыздағыдай бола бермейді. Тәрбиеленіп жатқан нәрсе ол. Сондай-ақ қызметшілеріңе де жамандық тілемеңдер деп жатыр. Қызметші де ешқашан әрдайым жаңағы бір істерін кәміл қылып орындай бермейді. Яғни сіз жұмыс беруші болсаңыз, қарамағыңыздағы адам жұмыс істеп жатқан кезде міндетті түрде қателіктер кетеді. Сіз адамның қателесуіне мүмкіндік беру керексіз. Көліктің жүрмей қалуына мүмкіндік беру керексіз. Ол тек Аллада ғана қалаған нәрсесі болады. Біз сынақ үшін жаралғанбыз да. Сондықтан да сынақтардың кезінде жаңағындай дұғаларда айтудан пайғамбарымыз саллаллаху тыйып жатыр. Өйткені жамандық шақыру бұл негізінде имансыздардың ісі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға келіп, Алладан абайлаңдар, кешегі Самуд қауымы, Ат қауымының басына келген нәрселер кеп қалуы мүмкін бастарыңа. Сақ болыңдар, маған бойұсыныңдар, тыңдаңдар, мен Алланың елшісімін деген жанашыр сөздерін айтып жатқан кезде, сонда жаңағындай тәкаппар біреулері фәтина бима тағидуна ин кунта минас содиқин, егер рас айтушылардан болсаң, онда бізге сол уәде еткен азабыңды әкел. Рас. Яғни тәкаппарлықтың сондай бір жаман көрінісі олардағы. Жақсылықтан гөрі жамандықты асығып тілейтіндігіне бір Әнфал сүресінде әдемі аят бар, солардың сөздері келтірілген сол жерде. Вақалу Аллахумма, олай деп айтқан сонда Мекке мүшриктерінің көсемдері, жаңағы Бәдірде күллісі құртылғандар, меккелік кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Аллахумма деп тілеп жатыр кәдімгідей. Я Алламыз деп сыйынып жатыр. Я Алламыз, инкана хаза хуал хаққа мин индика. Егер де мына Мұхаммедтің сөйлеп жатқан нәрсесі шынымен де сенің қасыңнан келген ақиқат болса. Сөйлем әдемі басталды ма? Я Алламыз, егер де мына Мұхаммедтің сөйлеп жатқан, шақырып жатқан нәрсесі шынымен де сенің қасыңнан келген ақиқат болса. Қандай сөйлем тұру керек? Одан кейін біздің сүнніміз бойынша онда бізді соған ергіз. Бұл жақсылық тілеу. Бірақ сөйлемдеріңіз қараңыз қалай аяқталады. Егер де бұл Мұхаммедтің айтып жатқан, шақырып жатқан нәрсесі сенің қасыңнан келген ақиқат болса, фаамтир алейна хижарата минас сама, онда аспаннан бізге тас жаудыр үстімізге. Қараңыз, қандай дәрежеге дейін жамандық тілеуі мүмкін адам өзіне. Ау тина би ғазабин әлим, немесе бір жан қинайтын азабыңды әкел. Қараңыз. Сонда да Алла Тағала олар сондай дұғаны бастарына тілесе де, Алланың рахымы ашуын жеңген Юнус сүресінде Алла Тағала баяндағандай, وَلَوْ يُغَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
лақудия бәйнахум. Егер де сол адамдар өздеріне жақсылық тілеп атқан кезде, Алла тағала соған жауап беріп, оларға бергені секілді, жамандылық тілеген кездерінде де бере салған болса, онда олардың мерзімі сол күні бітер еді дейді, жердің бетінде. Сонда Алла тағала мүмкіндік береді. Сондықтан да мұсылманның иман бергеннен кейін жақсылық беріліп атқан кезде де, жаңағындай сынақ, қиындықтар келіп атқан кезде де сөзіңіз, дұғаңыз тура жолда болу керек. Тура жолда болудың ең әдемі дұғасы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер де оған жақсылық келсе, көңіліне ұнайтын нәрсе келсе, онда альхамдулилля дейтін. Бізге үйретілген керемет сөз. Сол альхамдулилля бірден таразыға кетеді ғой. Оның салмағы зор болады. Жаңағы қиыншылық қандай көлемде болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: инна ғизамил жазаи маға ғизамил бәләи. Шынымен де сауаптың ұлылығы сынақтың ұлылығымен қатар жүреді дейді. Сынақ үлкен болса, онда оның сауабы өте үлкен болады. Сол сынақтың, үлкен сынақтың кезінде сізден альхамдулиллахыңыз шықса, ол альхамдулилля дегеніңіз таразыға барып түседі сізге. Жақсылықтың кезінде. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ойындағыдай болмай қалды жағдай. Қиындық келді. Сол кезде сөзі альхамдулилля қайтадан аля кулли хал деген сөз қосылады. Қандай жағдай болса да. Міне. Қиындықта да жиналып отыр ақыретіңіз, жақсылықта да жиналып отыр. Міне мұминнің нәрсесі. Сондықтан тіл түзу жолда болу керек. Дұға, тілек деген нәрселер тура жолда болу керек. Сондықтан бұның кішкентай тармақтары болады. Кішкентай тармақтары. Бәлкім сіз жаңағындай қарғыс шақырмайсыз. Бірақ сізден балаңызға, әйеліңізге міндетті түрде жұғып, ол соны өмір бақи істейтін адамға айналады. Мысалы, шай ішіп отырсыздар, сіздің ойыңыздағыдай болмай қалды, телефоннан дұрыс бір жақсы жауап күтіп отқансыз, бір жұмысқа байланысты. Бір кезде болмай қалды. Ан жақта болмайтын болды деді да. Сол кезде сіз альхамдулилля, қандай жағдай болса да деген сөзді айту керек едіңіз. Дедіңіз, Алланың тағдырына келіспей жатсыз. Келіспесең де сен жеңемейсің ол заңдылықты. Ол жеңді сен. Сен көну керексің. Раббым, көндім деу керексің. Солай ғана сүйкімді боласың. Көнбегеннен не істейсің? Не істей аласың? Не көрдің бе? Сондықтан құрып кеткір деген сөз шығуы мүмкін сол жерде. Өйткені адам ашудың кезінде не айтып, не қойғанды да білмеуі мүмкін. Сол үшін Алла тағала мына аятта бізге сол әдепті үйретіп жатыр. Әрдайым жақсылық тілеңдер. Ла тадғу аля анфусикум. Өздеріңе қарай жамандық тілемеңдер. Тек қана жақсылық тілеңдер. Мысалы, Яқуб пайғамбардың Юсуф баласы жоғалғанда, одан кейін Биньямин жоғалған кезде, сонда жылап отырып не дейді? Мысалы, екеуі де кетіп қойған кезде, үміт етем, Раббым олардың күллісін маған қарай алып келе ма деп. Кім жақсылық тілеу? Өйткені ой, шайтанның ең кірісетін жері. Сіздің ойыңызға бір кіріп алса, ол сол арқылы ол сізді билей алады. Сондықтан Алла тағала жол бермес үшін Әл-Хадисул Қудсида сондай нәрсені айтады бізге. Ана инда зонни абди би. Мен құлым мен жайында ойлап отқанда ойының қасындамын дейді. Қараңыз. Құлым мен жайында ойлап отқанда мен оның ойының қасындамын. Фа ин зонна би хойрон фа хуа хойрун лаху. Егер мен жайында жақсы ойласа, өзіне жақсы болады дейді. Ва ин зонна суан. Егер де жамандық ойласа, мен жайында деген сөзді айтпайды. Өйткені жамандық, мен жайында ешкім жамандық ойлауға хақысы жоқ дейді. Жамандық ойласа, ол жаңағы шайтаннан келіп жатқан нәрсе. Онда сол жамандығы өзіне дейді. Адам баласы асығыстық табиғатта жаралған. Қашан иман мен білім біргеді, асығыстық деген нәрсе сізге дос болмайды. Асығыстықтан құтқаратын нәрсе тек қана иман және білім. Білім дегенде осы кітап, пайғамбардың сүннеті көзделіп отыр ғой бірінші орында. Міне осы екеуі сіздің жетекшіңіз болса, иншалла, асығыстық деген табиғат, ашу деген нәрселер бәрі өміріңізден қалыс қала береді. Жұмыс істемейді. Өйткені білім оның орнына
жұмыс жасайды. Не үшін? Алла Тағала пайғамбарымызға уахиді түсіріп отқан кезде де, мысалы, бір сахаба келіп бір нәрсені сұрақ болса, сахабалардың айтуынша, сол кезде пайғамбарымыз жауап бермей үнсіз қалды дейді. Сосын біз білдік о кісіге уахи түсіп атқан деген осындай хадистер көп. Кім асықпайды, уахи келеді, жауап береді. Уахи деген білім, Алланың білімі түскен сол мәселелерге байланысты. Сондықтан да әрдайым білімге жүгінетін болсаңыз, асығыстық, ашу, ыза деген нәрселер сіздің өміріңізде орын ала алмайды. Өйткені күллі жаңағындай жаман сөзді де, жаман тілекті де, жаман ойды да әкелетін нәрселердің барлығы сол асығыстық. Ол шайтанға тән сипат. Ей адам балалары, шынымен де біз түнді және күндізді Алланың құдіретін көрсетіп тұрған, Алланың хақ екендігіне сілтеп тұрған екі белгі қылдық дейді. Кез келген адамзат, бірінен соң бірі келіп жатқан буындар, жердің бетінде өмір сүріп жатқан халықтар ешқашан көздерінен ғайып болған емес бұл екі белгі. Түнде, күндізде. Ешкім оны ешқашан өзгерткен емес, басқа нәрсеге өзгерте алмайды да қияметке дейін. Бұл Алланың қалаған құдіреті. Мысалы, түн қазір кірді, енді бұл таң атқанша бұны ешкім ауыстыра алмайды Алладан басқа. Бағана күндіз болды, мысалы, күн батқанға дейін оны ешкім өзгерте алмайды. Ол Алланың құдіретінің белгісі екендігі нақты көрінуде. Сөйтіп біз түннің белгісін өшіреміз дейді. Түннің негізгі белгісі қараңғылық, күндіздің белгісі жарық. Сондай-ақ түннің белгісі ай, күндіздің белгісі күн. Түннің белгісі айды, қараңғылықты өшіреміз дейді. Күндізді әкелетін кезде. Сөйтіп күндіздің белгісін күллі нәрсені көздеріңе көрсететіндей қыламыз. Яғни күн шығады, жарық келеді, сөйтіп күллі нәрсені көзімізге көрсететін қылады. Бұл жерде де өте үлкен Алланың нығметі тұр. Мысалы, қазір мына біздің барлығымыздың көзіміз көріп тұр дейік. Бәлкім біреуіміздің көзіміз тіпті өте жақсы көріп тұр, денсаулық тұрғысынан. Шамды өшіріп тастасақ, біз түк көрмейміз. Яғни күшті көретін көз түк көрмейді. Көретін көз көру үшін жарық керек. Соны Алла Тағала әдейі білдіріп тұр. Күндіздің белгісін жарық қылдық демейді. Күллі нәрсені көздеріңе көрсететін қылдық дейді. Көрсететін. Олай болса көзіміз көре алу үшін жарық керек деген нәрсені айтып отыр. Бұл аяттың жаңағы аяттан кейін келіп тұрған себебінің бірі жарық деген бұл білім. Қараңғылық деген ол жаңағы өз-өзіңе жамандық шақыру. Ол қараңғылық. Біліммен ғана ісің жарық болады. Неге адам асығады? Қиындық келген кезде ол қиындық міндетті түрде бір күні бітеді. Сынақ, оның бір мерзімі бар. Ол бір күні бітеді де, одан кейін жеңілдік келеді. Уайым деген нәрсе болады бір, сосын ол сейіледі. Ауырлық болады, сосын оңайлық келеді дегендей, түн мен күндіз сияқты болып тұр деп тұр Алла Тағала. Түннің өтіп болғанына шыдағаның секілді, таң жарық келгендей, сенің мәселең шешілетін күн келеді. Бірақ сен қалаған уақытта емес. Өйткені түнде мен қалаған уақытта кетпейді ғой. Сондықтан осы түн ауыспағаны секілді, сені қиындықпен сынайтын кезімде, сені бір таршылықпен сынайтын кезімде, бала бермей сынайтын кезімде, ол да бір мерзім, түн секілді. Бірақ ол аяқталады. Сол аяқталғанға дейін асықпа. Сен бәрібір асыққанмен Алла асықпайды. Сенің асыққан нәрсең, ол сенің көңіл қалауың. Ақиқат, Алланың сынағы сенің көңіл қалауыңа ермейді ешқашан. Сен соған қарай жүру керексің. Ол ағып баратқан өзеннің ағысы секілді Алланың заңдылығы. Қоса аға беру керексің, Алла Тағала апарған жерге дейін. Сынағы сондайды.
Сондай ақ сендерге күндізді жаратып қойдық. Литабтағу фадлан мин раббикум. Раббыларыңнан жер бетінде оның сендер үшін жаратқан кеңшілігінен, мол ризығынан іздеулерің үшін. Күндізді Алла Тағала бізге еңбек қылатын майдан қылды, уақыт қылды. Алла Тағаланың кеңшілігін іздеулерің үшін дейді. Не үшін нәрде іздеулерің үшін деген сөз тұр. Мысалы біздің ішімізде жұмыс жоқ деп жүрген адамдар болуы мүмкін. 6 ай болды жұмыс жоқ. Өйткені ол біреуге звондап қойған, ол іздеп жүрген жоқ негізі. Ол жаңағы өзінің бір бітірген диплом болуы мүмкін, ол сол нәрсені күтіп жүрген болуы да мүмкін да. Алла Тағала оны басқа салаға шығарғысы келіп тұр. Ол көнбей тұр. Соқтан іздеу деген нәрсе, ер адам деген, ол жүздің адамы. Мына жер сіз үшін бағындырылған жер. Бұл жердің қай жеріне барып, Алланың ризығын іздеймін десең де, бұл сенің жерің. Сөйтіп сіз шығып іздейтін болсаңыз, сіз көресіз Алланың сізге қандай кеңшіліктер дайындағанын, тек сіз өзіңізді махрұм қылып отқан адамсыз. Адамның бойында махрұм қылатын негізгі екі қасиет, ол әлсіздік пен жалқаулық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнде таңертең және күнде кешке сыйынған дұғаларының бірінде айтады: Аллахумма инни ағузу бика минал ғаджзи уәл касал. Я Аллам, мен саған сыйынамын бойымдағы әлсіздік пен жалқаулықтан. Әлсіздік пен жалқаулық мынау аяттың керісіншесі. Іздеңдер, тараңдар, іздеңдер деген нәрсе. Алла Тағала күндіз көру керек сізді, жердің бетінде ризық іздеп жүргеніңізді. Әйтпесе жаңағыдай адам іздемейді. Жұмыс болмай қалды, 6 ай болды. Құрып кеткірлер, іштеңке бәрі уәде беріп жатыр. Ешкім іштеңке істей алмайды. Сен Алланың заңдылығына көнбей тұрсың. Алла сізге беретін. Шық Алланың заңдылығына қарай. Табылады бәрі. Біріншіден, іздеуге шығасың. Екіншіден, ол сізді әлі сынағы біткен жоқ. Ол сізді белгілі бір көлемдегі табыспен сынайды. Сол табысқа көніп сынуыңды қалайды. Сен оған көнбейсің, ол кішкене айлығы көбірек болса деген ой болады сізде. Сен көнбейсің. Көнбегеннен кейін бәрібір заңдылық сізге қарай жүрмейді, есіңізде болсын. Босқа уақытыңызды өткізіп, абырой беделіңіз кетеді, отбасында да, басқа жерде де. Алла Тағала көндіру үшін жаратқан сізді. Көндіру үшін. Өйткені ол дана, ол даналығына көндіреді, біліміне көндіреді ол. Оған көну деген нәрсе, оған жететін абырой жоқ. Өйткені бүкіл хайыр сіз үшін, оның таңдаған нәрсесінде сізге. Сіз армандаған нәрседе емес хайыр. Еркектер осы нәрседе мықты болу керек та. Егер сіздің табысыңыз мынаның ішіндегілердің, табатындардың ішіндегі ең кішкентай табыс болса да, сол табыс сізге абырой болу керек. Абырой. Алланың сүйіп берген нәрсесі сізге. Таңдағаны да ешкімдікі қызықты емес сізге. Өзіңізге беріліп атқандай. Сондықтан күндіз Алла Тағала ризықты іздеулерің үшін дегеннен кейін бұл аяттың өзінің амалы сол. Ер адам ешқашан үйінде отырмау керек. Ер адам іздеу керек. Екіншіден, сендерге күндіз бен түнді жаратудағы тағы бір мақсатымыз وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Сендер жылдың есебін, ай есебін, апта есебін, күн есебін білулерің үшін солай істеп қойдық. Мысалы, біз кеше Рамазан айын ұстағанда, біз айға қарап ұстадық, айға қарап аштық дегендей, ол ай болмаса біз білмейміз, шатысып кетуіміз мүмкін. Қазір біз сондай бір замандамыз, күлліміз жаңағы календарға үйренгенбіз, дұрыс па? Ал календарыңыз жоқ, сағатыңыз жоқ, бір жерге түсіп қалсаңыз, қалай анықтайсыз? Шөл далада қалдыңыз, түнде ай жанып тұр бірақ. Сондықтан ана айдың қай түнгісін көрсетіп тұрғанын білесің да, үйренген болсаң, мынау айдың 13-ші түні ғой, мынау 15-ші түні ғой дегендей нәрселер. Тіпті білмей жатқан болсаңыз, 13, 14, 15-те анықтап алса болады айдың ортасын. Басын білмей қалсаңыз да, ортасында қателесуі мүмкін емес. Оны енді анау 3 күн ораза ұстап жүрген бауырларымыз бар, солар жақсы біледі ол түндерді. Сондықтан да ертең мысалы қажылық айы, ол да тек аймен, ол ертең тамызбен немесе қыркүйекпен істелмейді, ол Зүлхиджа айында істеледі. Рамазанды да біз жаңағыдай сәуірмен, мамырмен дегенде ұстаған жоқпыз. Бұл Рамазанмен ұсталған нәрсе. Немесе күйеуі қайтыс болған әйел адам, мысалы,
арбағата ашкурин ашыры деп 4 ай 10 күн күтеді мерзімін. Толық бостандыққа шығу үшін. Ол 4 айды ол мынауайлармен күтпейді. Ол ана аймен күтеді. Өйткені ол 29 күн болып келеді ол айда көбіне. Сол секілді бұл айдың есебі, жылдың есебін, аптаны, күллі нәрселерін білулерің үшін сендерге дайын есепті көздеріңе қойып қойдық. Олар ешқашан кетпейді, әр нәрсе өзінің орнында, өзінің мерзімінде шығады. Соған қарайсыңдар да біле бересіңдер дегендей. Ва кулля шайин фассалнаху тафсила. Адамдар, егер осы Құранды оқып отқан болсаңдар, оқып жүрген болсаңдар, байқайсыңдар. Біз күллі нәрсені егжей тегжейлі баяндадық дейді сендерге. Яғни түсініксіз нәрсе жоқ дейді негізі. Қай нәрсе сіздің ақыретіңізге де, дүниеңізге де, жан дүниеңізге де психолог іздемейтіндей, ризық мәселелерінде барып миллионерлерден тренинг алмайтындай, ақырет дүниеңнің бақытын құрып беретін нәрсеге күллі нәрсені баяндап, оны және егжей тегжейлі деталына түсіндіріп бердік дейді. Қарашы, міне осылай түсіндіріп қойдық дейді. Міне түн мен күндізді де міне қалай түсіндіріп жатыр деп Алла Тағала бізге айтып жатыр. Ва кулля инсанин, күллі адам баласы, әлзамнаху таираху фи унуқихи. Күллі адам баласының құсын, қазір айтамыз, мойнына бекітіп қойдық дейді. Құс деген сөзді қолданды Алла Тағала. Құс деген кезде Алла Тағаланың құс деген сөзді қолдану себебі бізден бір амалы шығады, ұшып шықты дегендей. Жақсылық шығардық па біз, бір жамандық шығардық па? Ол адамнан шықты. Сөйтіп құс деген нәрсе дейміз, ана жерде бір құс отырса, біткен кезде ұшып кетті, ұстай алмай қалдым. Алла Тағала адамның амалын құс деп атап отыр. Неге? Біз күллі амалын ұстап отырық дейді. Мойныңа бекітіп отырық дейді оны. Қашан басталды ол нәрсе деген кезде? Біздің кез келгеніміз анамыздың құрсағында жатқан кезде, ғұмырымызды, ризығымызды бәрі белгіленіп жатқан. Ол өзгермейді, болды, ол жазмыш, өзгермейді. Сәби білмейді оны, біз білмейміз. Жаңағы құрсағында жатқан кезде анамыздың не жазылған. Сол кезде тіпті не жазылған? Бақытты, яғни жәннатпен аяқталады ертең. Бақытсыз, тозақпен. Соған дейін періште сұрайды ғой. Бақытты ма Раббым, бақытсыз ба деп ойлашы. Біз білмейміз. Алла Тағала біреуіне бақытты деп жазды, бақытты деп жазады. Біреуіне бақытсыз деп жазды, бақытсыз деп жазады. Неге? Өйткені Алла Тағала біледі оның одан қандай амалдар ұшатынын ертең. Ол дүниеге келмей тұрып, не таңдайтынын бәрін. Сондықтан бізде қоғамда бақыт құсы деген нәрсе бар. Құран бізге бақытсыздық құсы да бар деп көрсетіп тұр. Менен бір жаман амал шықты ма, ол бақытсыздықтың құсы. Мойныма келіп тіркеп жатыр болды. Ұшып шығады бір амал, бекітіледі. Ұшып шығады бір амал, бекітіледі. Менен кетпейді ол. Менен шыққан нәрсені менің мойныма бекітеді. Неге мойнына дейді? Өйткені мойынмен көтерілу деген нәрсе бар. Қиямет күні күллі жаңағы менен шыққан нәрсе арқаланып әкелінетін нәрсе адам. Қалай істеп жатыр Алла Тағала? Күллі адам баласы дейді. Оның құсын, яғни одан ұшып шыққан амалын мойнына бекітіп жатырмыз дейді. Болды. Біздікі болған. Олай болса енді біз не түсіндік? Алла Тағала бізді жаратқаннан кейін аяқсабил инсану айютрака суда дегендей Қиямет сүресінде адам баласы ойлай ма, біз оны қараусыз, бақылаусыз, есепсіз тастап қойдық па деп. Бір амал шықты ма менен, бір сөз шықты ма, немесе бір әрекет шықты ма, бір мінез шықты ма, есімізде болсын. Оған шариғаттың үкімі бар. Ол үкімнен босап кететін амал жоқ. Бір амал харам амал менен шығып кетсе, мойынға барып бекітілді, харам деп. Болды. Оны сен білесің ба, білмейсің ба дегендей нәрселер. Бір жақсы амал шықты ма, ол бекітіледі. Бір мубах амал, футбол тептің ба 2 сағат, сауабы да жоқ, күнәсі де жоқ, ол бекітіледі. Бірақ ол таразыда не істейді? Таразыда ол заяға кеткен уақыт деп аталады. Ол күнә әкелмейді таразыға, бірақ ол түк әкелмейді. Бүгін 5-6 сағат мен доп қуған болсам, ол 5-6 сағат түк әкелмейді ақыретіме. Босқа кеткен уақыт. Сондықтан бізден шығып атқан нәрселердің күллісі жаңағы үкімдер ұстайды шариғатта. Халал, харам,
парыз, тыйым салынған дегендей нәрселер мысалы. Амал шықты ма болды, оның үкімі бар. Ол менен кетіп қалмайды. Кез келгеніміздің мойнымызға барып бекиді. Мойынға барып бекиді. Күллісі. Ол Алла тағалаға оп-оңай нәрсе. Бүгіннің өзінде компьютерге бір флешка салсаңыз, компьютердің ішінде анау флешканың ішінде қаншама нәрсе болуы мүмкін, мысалы, кітаптар дегендей нәрселер. Бұл ең басты бұның нәрсесі, менен шыққан амал менен алысқа кетпейді. Болды, ол кетіп жатыр, мына жаққа бекітіліп жатыр, бекітіліп жатыр, бекітіліп жатыр. Олай болса, Алла тағала Құранда келген кезде, «Ма анзална алейкал Құр'ана литашқа» деген Тоха сүресінде түсінесіз. Бұл Құранды біз сен, уа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бақытсыз болуың үшін түсірмедік. Яғни сенің шығатын амалдың күллісі мынаған сай болу керек. Осыған сай болу керек. Сол кезде менен шығатын амалдар Құранға сай болатын болса, онда ол маған бақыт құсы болып жиналып жатыр маған. Менің бақытымды жасайтын құсты дегендей нәрсе. Егер де ол Құранға сәйкес келмесе, онда бақытсыздық құсы жиналып жатыр. Адам оны түсінбейді де, көрмейді де, мәз болып дүниеде жүре беруі мүмкін. Сондықтан да Алла тағала бізге әлгі жамандық істеп жүргендер дейді. Мысалы, Рум сүресінде әлгі жамандық істеп жүргендер, күнәлар істеп жүргендер. Әйясбиқуна, олар бізден құтылып кетеміз деп ойлай ма дейді. Енді түсінесіз. Бізден құтылып кетеміз деп ойлай ма олар? Құтыламайды. Амал бәрі жазылып жатыр. Жазылып жатыр. Мә ялфазу мин қаулин дегендей, мысалы, Қауф сүресінде. Аузынан бір сөз шықты ма? Алдында мызғымай отырған жазушым тұр дейді. Ешкім ешқайда қашамайды амалынан. Амал деген жазылып жатыр. Қандай дәрежеге дейін? Зилзала сүресін өздеріңіз білесіздер. Тозаң салмағындай жасаса, ол оны көреді дейді. Жақсылық. Тозаң салмағындай жамандық, ол оны көреді. Қандай дәрежеге дейін жазылып жатыр? Ла юғадиру кабирatan вәла сағира, үлкенді де ұсағында тастамапты ғой деген. Енді сіз пайғамбарымыз саллаллаху дұғасын байқаңыз, сәждеде жасағанда дұғасы бар. Аллахумма ғфирли зәмби кулла. Я Алла, күллі күнәмді кешір. Қос нүкте қояды дұғада. Күллі күнәмді кешір. Диққаху ва жилла. Ұсағында, ұлысында, үлкенінде. Ва әуәләху ва ахира. Әуелгісінде, ақырғысында. Ва ғаланиятаху ва сирра. Жария істегенімді де, құпия істегенімді де. Мен жасырынамаймын. Барлығы тұр. Бұл амалдар өшпейді қияметте, Алла өшірмейінше. Оны ешкім өшіремейді, ол бекітіліп жатыр мына жақта. Ол өшпейді, Алла өшіріп тастамаса ол жамандықты. Алла өшірмесе ол өшпейді. Одан кейін ол күнәлар бұлай арқаланып келетін нәрсе, оны Алла түсірмесе, Алла кешірмесе, оны ешкім кешіре алмайды. Ол жүк болып қалады. Сол жүк тозаққа қарай жағы итеретін нәрсе мысалы. Жоқтан амал деген нәрсеге мына аят бізге қатты көңіл бөлгізіп жатыр. Күллі адам баласы одан ұшып шыққан амалы мойнына бекітіп жатырмыз дейді. Болды. Мойнына бекітіп жатырмыз. Бірінен соң бірі тіркеліп жатыр. Ол одан кетіп қала алмайды. Мысалы, бүгін таң намазынан кейін бір жерде бір күнә жасап қойдық. Кішкентай күнәларды айтып жатырық. Мысалы, үлкен күнәлардан Алла сақтасын. Бір кішкентай күнәлар жасалып қойылды дейік. Адам болғаннан кейін. Мына жерге бекітілді мысалы. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху айтады, құл мешітке келген кезде сөйтіп ол Алла тағаласының алдында намаз, 5 уақыт намаз, 5-ге келдіңіз. 5-ге келіп, шынайы ниетпен, ешкімге ешқандай тиісетін нәрсем жоқ. Ешкімді жек көрмеймін. Мен өз күнәмді ойлап келдім мешітке. Сіз басқа мен ой жоқ менде. Күллі мына адам менен хайырлы. Осылай кірдім мешітке. Сөйтіп сол мешітте тұрған кезімде күлләмә ракаға ва сәжәдә, әрдайым рукух жасаған сайын, сәжде жасаған сайын, Алла тағала жаңағы күнәларын юдуғу фауқа раъсихи ва аля унуқихи, оның басына, иықтарына қойып қояды дейді, сол жасаған күнәларын 5-ге дейін. Сөйтіп рукух сәжде жасаған сайын, пайғамбарымыз айтып отыр, құлайды дейді жаңағы күнәлар.
түседі дейді. Сөйтіп намаздан шыққан кезде босатылдыңыз. Біз шайтан алдайды, кірем, анаған қарайым, мынаған тиісем, қайда жүрсің, кеше уәде беріп едің ғой деген. Мүлде ана бір күнә, қорқу, тазару деген мағыналар жұмыс істеп жатқан жоқ. Намаз рәсім. Келдім, оқыдым, шықтым, әлзілдеп күлдім, қалжыңдап шықтым, болды. Негізі Алланың үйі деген ол басқа нәрсе негізі. Осылай бізде кейбір босаңсылау қасиеттер қалыптасып қалғанда. Не үшін пайғамбарымыз жаңағы нәрсені айтып отыр? Өйткені амалдар, күнәлар, мысалы, біз олардан, жамандықтарымыздан ешқайда қашып кете алмаймыз. Алла одан бізді құтқармаса. Кешегі періштелердің де айтып отқан сол Ғафир сүресінде. Уақихимус сайyiати Алла. Ана құлдарыңды, мұъмин құлдарыңды жамандықтардан сақта. Күнәларының жамандықтарынан сақта. Кімді сен сақтасаң, сол табысқа жетті. Бұл аят сондықтан әркім өзімен айналысуды міндеттейді. Ешкімнің қателігін іздеме, ешкімде шаруаң болмасын. Өз мойныңдағы нәрсемен арып қалсын. Әйтпесе қалай болады? Ва нухриджу лаху яумал қиямати китабан. Қазір оның күллісін мойнына мағлұмат ретінде бекітіп отырмыз, біреуін қалдырмай дейді. Сөйтіп қиямет күні оған біз оны кітап қылып шығарамыз дейді. Кітапта тұр нұсқа, күллісі кітаптаға өстіп алдына келеді де ялқаху маншура, оқылуға дайын болып ашылып жолығады дейді кітабына. Қараңыздар, оқуға дайын түрде әкелініп, кітап ашылған түрде кітабымен жолығады. Ол кітап жаңағы амалдар ұшып шыққан. Мен ойладым, олар ұшып шықты, кетіп қалды, құс сияқты, ешкім ұстаған жоқ, ешкім байлаған жоқ, ешкім тіркеген жоқ. Сөйтсем оның барлығын Алла Тағала қоя бермепті. Осыға жаралмаппын. Сөйтіп ол кітапқа айналыпты. Мысалы, қазір ойлаңызшы, мысалы бір тарихты оқып, бір тарихпен айналысып жатсыз. Тарихта не істеген алар, былай істемеген ба дегенде бір сөздеріңіз бар да, енді айтатын. Тағы бір нәрселерді, біреу бір телесериалды көріп отырып, мен түсінбеймін осыларды, былай істей салмайын ба дегенде бір нәрсені айтып отыр біреу. Біреудің өміріне кіріп, сонда мен түсінбеймін оларды дегендей айналысып жатқан нәрсе бар. Сен өз тарихыңмен айналыссашы, мына кітап сен жазып жатқан тарихың ғой. Ертең сіздің қолыңызға берілетін ол сенің тарихың. Ол сен жазған тағдыр. Сен енді ешкімге ренжімейсің. Мәжбүрлемеген Алла Тағала. Тағдыр дегенде қателесіппін мен. Мәжбүрлемеген, бұл сенің сызған нәрсең, сенің таңдаған нәрсең. Қайта оның ішінде сені көп сақтаған жерлері бар. Одан да артық толатын еді дегендей нәрсе. Өйткені ешкім жамандыққа Алланың мәжбүрлігімен жолықпайды. Ешкім жақсылыққа Алланың сәттілігінсіз жолығамайды. Сонда мен қазір кітап жазып жатырмын. Сол кітабымды ертең осылай береді. Қараңыз. Мен оқушы боламын оны. Алламен жолығу деген нәрсе кеше айтылды ғой. Әлгі ақыретті сенбейтіндер, оларға Алланың азабы әзірленді. Ал мұъмин, ол Алламен жолығуға дайындалып жүрген адам. Аллаға жолығуға дайындалып жүрген адам амалына ұқыпты болмасақ болмайды. Өйткені менен шыққан нәрсе жазылып жатыр. Ол менің алдыма кітап болып әкелінеді де, мен одан ешқайда қашамаймын. Менің сотым сол кітап арқылы болады. Өзіңіз ойлаңыз, қалай жасаған Алла Тағала әділеттілікті, еш бір тозаң салмағындай зұлымдық жасамаған Алла Тағала. Инналлаха ла язлимун наса. Шынымен Алла Тағала адамдарға зұлымдық жасамайды. Мисқала зарратин тіпті тозаң салмағындай жасамайды. Алла емес оларға әділетсіздік жасаған. Керісінше олар өздеріне әділетсіздік жасаған деген аяттарды оқыдыңыздар. Ойлаңыз, менен өмір бақи 80 жыл бойы ұшып шыққан, 60 жасасам, 60 жыл бойы менен ұшқан амалдар мені соттайды. Әділдік. Ешкім емес. Менің амалдарым мені соттайды. Өйткені қараңыз келесі аятқа. Иқра, Алла Тағала кітапта, мен жазған кітап мынау. Өзіңнің амалы дегендей нәрсе қолыңызға ертең берілетін. Сонда бұйрық былай болады екен. Кітабы алдына әкелініп жолыққан кезде Алланың бұйрығын қараңыздар. Оқы кітабыңды. Кітабыңды.
Сенің кітабың. Еш нәрсе қосылған жоқ. Еш нәрсе қосылған жоқ. Сенікі. Бұл сен. Кітап не, сен не? Бірдей нәрсесің. Бұл сен, бұл сенің өмірің. Оқы. Қателік бар ма екен? Жоқ. Сонда Тағаланың сөзін қар. Кафа би нафсика ал-яума алейка хасиба. Бүгін сен өзіңді соттауға, есептеуге жеткіліктісің дейді. Қараңыз қалай. Адам өзін өзі соттайды. Сен бүгін өзіңді соттауға, өзіңді есептеуге, өзіңнің кім екеніңді анықтауға осы орында жеткіліктісің дейді. Әділетсіздік жоқ о жерде. Алланың әділеттілігін қарасаңшы қандай. Өзіңнен шық қаватқан амалдың барлығын өзіме қарсы куә әкеп беттестірген кезде реніш бар ма дейді ғой. Жоқ. Олай болса мен өзімді өзім қай жаққа бастап жатырмын? Не жәннатқа, Алланың рахымымен, не тозаққа? Ешкім кінәлі емес. Көршім де кінәлі емес. Ата-анам да кінәлі емес маған дінді дұрыс үйретпеген. Ешкім кінәлі емес. Мен кінәлімін. Мен жеке соттайды. Жеке кітабым бар. Жеке оқытады о кітапты. Кешегі перғауыннан халыққа перғауынды кінәлай алмайды. Халықтың өзі кінәлі, өзінің пиғылы дұрыс болмаған. Әйтпесе мүмкін емес адасуы. Ешкіммен қандай нәрсе біреуді қанша кінәлайым десе де, сен кітабың көрініп тұр. Кітабың нақты сөйлеп тұр кім екеніңді. Міне. Олай болса бүгін біреулер кітап жазып, неше түрлі жаңа кітап жазып атады ғой, жазушылар деген. Білесіз бе ең жақсы жазушы кім? Ең жақсы жазушы сізсіз. Егер де оны салиқалы амалдармен толтырсаңыз кітабыңызды. Сізге жететін бақытты жазушы жоқ. Өзің кітап жазып, сол кітабың алдыңнан жолығып атса ертең, іші толған жаңағындай қайырымдылық, ата-анасына туф демеген, көршісіне жақсы болған, сондай бір күнә жасап тәубаға келіп, түні бойы намазда тұрған, ешкім білмейді, қияметте оқып жатыр. Раббысынан күнде кешірім сұрайтын, Раббысына қайта-қайта тасбихтер айтатын, үйінен бірдеңке біреу келіп сұраса бере қоятын, рахымды болатын, ананы кешіре салатын. Мына жерде бір мешіт саған, мына жерде жаңағы бір мешіттің кірпішін құйып берген салиқалы нәрселер. Туысқанына барып, қатыспай қойса да туысқанына қатысқан. Қолдан келе ма бұл? Қолдан келеді. Алла Тағаланың сәттілігімен, өйткені Алла Тағала қолдан келмейтін нәрсені бұйырмайды ғой бізге. Сондықтан өз кітабымызға өзіміз ие болу керекпіз бүгін. Өйткені біз жазып жатыр оны. Не осындай аяттардан кейін Алла Тағала айтады: "Мән ихтада", енді кім осы өсиеттерден кейін, осы насихаттардан кейін тура жолмен жүрсе, Алланың айтқанымен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен жолымен, Құранға сай, Пайғамбарымыздың өмір баянына еліктеген түрде, "Фаиннама яхтади ли нафсихи", қараңыздар. Онда ол өзі үшін тура жолмен жүр дейді. Тәрбиені қараш, нәпсіге босаңсу бермейді Алла Тағала. Мысалы, мына жерде мынандай аят тұрса, кім тура жолмен жүрсе, Алла оны жақсы көреді десе, нәпсі босайды. Алла Тағала босатпас үшін, кім тура жолмен жүрсе, онда ол өзі үшін тура жолмен жүріп бара жатыр дейді. Өзі үшін. Менің мүлкіме мүлк қосылмайды, менің атағыма атақ қосылмайды одан. Өзі үшін. Яғни бұл өзі үшін деген сөзден не аласыз сіз? Мақтана алмайсың. Салиқалы амалыңмен мақтана алмайсың. Тура жолда болуыңмен біреуге оны бүйтіп мақтанып көрсете алмайсың. Міндетсіне алмайсың. Қайта Алла міндетсінеді сізге тура жолға салған үшін. Тура жолға салмадым ба деп қоятын сұрақты ертең Алла, сонда не істедің дегендей. Өзің үшін. Өзің үшін деген жаңағы алдыңғы аятпен. Алдыңнан бақытты кітабың келу үшін. Бақытқа бөлейтін кітабыңды алып, сол жерде күллі адамдарға кітабымды оқыңдар менің деп мақтанатын күн сол махшарда. Махшарда секіретін, сальто жасайтын күнің сол болуы мүмкін. Қазір оны не үшін жасайсың? Сол күні, өйткені ол бақыт күні да ол. Ол бақытты күн, күллі емтихан аяқталып Алланың қолы қойылған бақыттысың деген. Ойнаңыз. Олай болса, кім тура жолмен жүрсе,
Кім 5 уақыт намазын оқып жүрсе, өзі үшін оқып жүр. Кім ораза ұстады кеше бір ай, өзі үшін. Мақтанамайсың. Тек Алланы мақтайсың. Өзі Құранда үйреткендей, Алхамдулиллахиллази хадана ли хаза. Барлық мақтау бізді осы жолға салған Аллаға тән. Вама кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах. Алла бізді тура жолға салмағанда, біз тура жолмен жүрмейтін едік. Біреуге барып 100 мың теңге қайырымдылық бердіңіз ба? 50 мың теңге бердіңіз ба біреуге? Шамаңыз кеп біреу 5 мың берді ма? Өзің үшін. Өзің үшін. Сосын оны жоғалтып алма. Яғни беретін кезде бүйтіп шықырлатып көрсетіп, ана жерде біреу көріп тұрма деген шайтан араласады. Әлсіз жаралған бізді. Өзің білмей қалуың мүмкінсің қалай сол нәрсеге барып қойғаныңды да. Өйткені амалдың қабыл болмауын іздетеді. Не істесең де, бір үлкен мешіт тұрғызып берсең бір ауылға, бір жерге барып, бір туысқаныңның қорасын салып бердің ба? Сізге Алла Тағала берген байлық мүмкіндіктің негізінде ма? Өзің үшін. Өзің үшін деген нәрсене туысқаныңа да міндетсініп жүрме. Мен саған салып бердім деген сөзді айтатын болсаң, ол амалың құрыды. Болды, жойдың сол сәтте. Біліңіз, өзің үшін істеп жатсың бәрін. Ешкімге міндетсінбе. Ол біреудің қателігін мен түсінгенде қалай түсінемайсың деп ешқашан сөйлеме олай. Жоғалтып аласың берекесін. Тура жолыңның, салиқалы амалыңның берекесі болады. Соны жоғалтып алып, сол амалдан ертең ақырын болып қалуы мүмкін. Кім тура жолмен жүрсе, онда ол өзі үшін тура жолмен жүріп бара жатыр дейді Алла Тағала. Уәмән долла. Ал кім бұл аяттарды пысқырмаса, назар салмаса, немқұрайды қарап, адасуды жөн көрсе, онда ол өз зиянына адасып бара жатыр. Ертең өзінің кітабын жолықтырады. Сол кітабында адасудан басқа нәрсе таппайды. Сіз ойлаңыз, ол қаншалаған, біз ойлап тұрмыз ғой, бір кітап деп. Пайғамбарымыз мысалы сонда бір хадисінде келтірген, сондай бір құлды Аллаға серік қоспаған, Алланың көп заңдылықтарын білмеген, мысалы. Алайда көп күнәлар жасап қойған екен. Кейін тура жолға келіп, иман келтіргеннен кейін өмірден озып кетеді да, жақсылық істерді істеп үлгермей қалады. Бірақ иманмен кетеді. Жалғыз Алланы Құдай тұтып, ешқандай серік қоспаған түрде. Сол адам келген күні, жаңа пайғамбарымыз айтып отыр, 99 кітап әкелінеді дейді. Күллісі жаңағы кісінің жасаған амалдары. Енді ол тозаң салмағынан бастап жазатын болса. Том кітаптар не үшін біз көреміз кітапханаларда? Бізде де том кітаптар келуі мүмкін қияметте. 99 кітап. Өзіңіз ойлаңыз, 99 кітап дейді. Наның бәрін мойындайсың ба дейді Алла Тағала. Жаңағы кісіге. Күллісін мойындаймын, Раббым. Оқып шығады. Барма бір жерде қисық кеткен, жоқ, Раббым, күллісі шындық екен. Енді барма сенде бір нәрсе. Жақсылық бір ісің барма дейді. Ол енді жаңа салиқалы амалдарды іздей бастайды. Жоқ ода еш нәрсе. Істегеннің бәрі кітапта тұр. Егер ол салиқалы нәрсе болса, ол кітапта тіркелетін еді. Бірақ ол жаңа иман келтіріп, сосын өмірден озып кеткен. Ол нәрсені жақсылық деп айтуды үлгермейді, Алланың алдында ештеңе айтамайды. Иман келтірдім ғой дегендей. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла Тағала айтады дейді. Біздің қасымызда саған болысатын бір амалың бар. Бір ғана жақсы амалың бар деп айтады дейді. Сонда ол қандай дегенде бір жапырақ қағаз бүйтіп ұшып келе жатады. Мыналар таразыға салынды, жаңа 99 кітабы. Сөйтіп жаңағы ұшып келе жатқанда адам ойлайды дейді, бұл бір жапырақ қағаз неден құтқарады мынандай 99 кітаптан деген. Бір кезде жаңағы ақырын келіп, андай сол күннің өзіне де дизайн береді ғой Алла Тағала. Сіз ба адамға, адамның күтіп тұрған нәрсесі ақырын бүйтіп келіп жаңа таразының табақшасына түскен кезде зу етіп басады бәрі. Сол кезде бұл ла илаха иллалла деген иманың дейді. Сен үлгердің дейді оны. Соны айтып өзің дейді өмірден. Аллаға ешкімді серік қоспай. Сонда қараңыз қандай нәрсе болып отыр. Бұл жерде Алла Тағаланың рахымы қандай,
ла илаха иллалла деген иман сөзінің қуаты, дәрежесі қандай? Мысалы, керемет сөзді бұл. Сол сөз осындай дәрежеде керемет болғаннан кейін, қайсы бір мұсылмандарда күнә бар, бірдеңке бар деген естісеңіз, ешқашан үкімге берілмеңіз. Ешқашан оны жек көрмеңіз. Тек айтыңыз, Алла оны сынаған нәрсемен мені сынамай. Естідім мына сөзді, естімегендей болдым мен. Ешкімнің жамандығын естіртпеш маған. Өз жамандығым өзіме жетеді. Ла илаха иллалла мен күллі мұсылманға рахымды бол. Бұл сөз ешкімге үкім шығаруға сізге рұқсат етпейді. Түбінде бұл сөзбен Алла Тағала қалаған құлын алып шығуы мүмкін. Ол оның ісі. Үкім ол Алланың ісі. Ол менің ісім емес. Менің ісім менің кітабымды жөндеу. Менің кітабым ертең маған қарсы сөйлеп жатса, мен мына жақта ананы қисайттым, мынаны сөйледім, ананы даттадым, мынаны бүйткеннен не пайда? Менің кітабым мені қияметте тозаққа қарай соттап жатса. Сол нәрседен алданып қалмайық та біз. Кім адасқан болса, адасуды қаласа, онда ол өз зиянына адасты. Ол адасқан адамның жағдайы қалай болады қияметте? «Вәлә тазиру вазиратун уизра ухра» дейді. Ол өзінің күнәсін арқалайды ертең. Күллі жаңағы шыққан амалдар, күллісі жүк болады. Күнә көтеруші деген нәрсе болады қияметте. Күнәлары жүк болады. Сол күні біреудің жүгін көтермейді дейді. Бала әкесінің жүгін көтермейді. Әке баласының жүгін көтермейді. Достың жүгін көтермейді дегендей. Әркім өзінің жүгін көтереді. Мысалы, бұл дүниеде бұл кісі қазір бір ауыр нәрсе көтеріп бара жатса, біз қасына барып, кеңіз көмектесейін дейміз ғой. Ол күні ондай нәрсе болмайды. Ол күні ондай рахымдылық деген нәрсе болмайды мүлде. Күллісі бәрін ұмытады өзінен басқа. Күйеуі, әйелін, ата-ана, баланы, бала ата-ананы ол ұмытатын күн. Осы дүниеде Құдайды ұмытқан үшін ол күні әркімді ұмытады. Әркім жаңа өзінің күнәларын арқалағанда өзіңіз ойлайды, 99 кітап дегендей нәрсе мысалы, ол күнәға Алла Тағала жаңағындай жаратып, арқалатып қойған кезде қалай болады жағдай? Мысалы, кім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сондай ескерту хадистеріне назар аударатын болсаңыз, мысалы осы дүниеде біреу Алла Тағала оған қой беріп, ол қойдың зекетін бермей, немесе сол қой арқылы бір қасындағы пақыр көршіге бір ризық бөліспей, немесе сиырдан сүт алып, ол сүтті қасындағы бір пақыр көршісіне бермей, айран ірітсе де одан ештеңе бермей, солай өмір сүретін болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, келіп тұрмаңдар қиямет күні менің алдыма дейді. Өзінің үмбетіне айтып жатыр. Өн қойды арқалап, маңыратып ана қойды, мен көмектесе алмайтын халде дейді. Біреуің үстіне сиырды көтеріп кеп тұрмасын алдыма дейді. Мынау сүтін бермеген менің мойнынан шықпайым деп. Сондықтан ол арқалайтын нәрсе өте көп болады. Бүгін мысалы малымды қимай өмірден өсіп кететін болсам, сол мал ертең менің мойныма мінеді де түспей қояды мәңгі. Тозаққа апаратын нәрсе. Бүгінгі мініп жүрген жылқың, небір дүние малдарының ертең мойныңа мініп алады. Солай кісінейді ол, мынау менің хақымды бермеген деп, сиыр бұзауға дейін. Осының барлығы бізден ұшып шыққан амалдардың тура жолға сай болмағандығының кесірі болғалы тұр. Сондықтан да Алла Тағала бізге міне Құранда түсіргеннен кейін, біз күллі амалымызды осы Құранға қарай сәйкестендіретін болсақ, үміт бар да. Алланың елшісі уәде еткен нәрселерге Алла бізді нәсіп ете ме деген. Ол күні ешбір жүк көтеруші, күнәсін арқалаушы біреудің жүгін көтермейді, біреудің күнәсін арқаламайды. Сондай Алла Тағала айтады: «Вама кунна муаззибина». Ешбір елді, ешбір қауымды біз азаптаушылардан болмадық. Хатта набғаса расула. Ол жерге елші жібермейінше дейді. Ешбір ел тарихта өзімізге баяндалған Самуд қауымы болсын, Ат қауымы болсын, Пер қауымдықтар болсын, Луттың қауымы болама, қайсысы болмасын, меккелік мүшриктер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қайшы келіп жатқан кезде сол нығметті түсіндіріп айтып жатыр. Ешбір қауым құрылған, жойылған қауым Алла Тағаланың тарапынан әртүрлі азаптармен, ешбіреуі елші жіберілмейінше жойылмаған, елші жіберілмейінше азапталмаған.
Елші деген нәрсе бір сөзбен айтқанда, ол Алланың рахымы ретінде келеді. Қараңғылықтардан шығамай қалған халықты Алланың жарығына алып шығу үшін ол рахым ретінде келеді да, ол бірнеше жылдар олардың арасында шақырумен айналысады. Бірнеше жылдар бойы олардың күллі сөздеріне шыдайды. Рахымы деген қараңыз қандай. Күллі олардың жаңағы моральдық тұрғыдан зияны ма, физикалық зияндар тигендері де бар мысалы. Қандай қиыншылықтар болса да, соның күллісіне шыдайтын адам жіберіледі. Ол сосын оларға ертеңгі күні қайтадан Алланың рахымдылығымен сөйлейді. Олар оны ренжітеді. Қайтадан шығып Алланың рахымдылығымен сөйлейді. Ол олардың ешқайсынан қорықпайды. Бірақ Алла Тағала жақсылығын көрсетіп тұр да, адамдарға жақсылық қалайтынын көрсетіп тұр. Жақсылықтан басқа нәрсе емес, рахымдылықтан басқа нәрсе емес. Елші соның нышаны ретінде сондай мінезге еленеді. Оны мазалайды, ол сабыр етеді. Оны итереді, оны мазақ қылады, сабыр етеді. Алла қалаған мерзімге дейін. Сосын Алланың мерзімі келеді. Елшінің міндетінің аяқталатын межесі келеді. Міне содан кейін азап келеді. Ол азап келген кезде енді олар бәленбай жыл араларында жүрген елшіге, мысалы Нух 950 шақырды. 950 жыл Алланың рахымы жүрген іштерінде. Жалынғандай болған Алла. Өзіңіз ойлаңыз. Бұл олардың ақыреті ғой. Алла мұқтаж емес қой бұл нәрсеге. Сонда соның күллісін жылдарда елшіне мазалаумен болған. Ваздуджир деп отыр ғой Қамар сүресінде. Әбден мазасын алып жіберді дейді оның. Раббым, мен жеңілдім, жәрдем бер деді дейді. Сөйтіп көк пен жердің арасында суға толтырып, топан сумен жоқ қылып жіберді Алла Тағала. Бірақ ол жойылып жібергенге дейін қаншалаған жақсылық жасағанбыз дейді. Елші жібермейінше ешкімді азаптамағанбыз. Яғни белгілі бір мерзім беріледі. Тоқшылыққа, таршылыққа. Мысалы сахабалардың кезеңінде де жоқшылықта мықты мұсылман болды олар. Ойлаңыз, жоқшылық кездің өзінде де таршылық деген нәрсе мерзімі, жаңағы тоқшылық деген мерзім келеді мысалы айтайық. Бұл Құрайыштарға Алла Тағала тоқшылық мерзімінен өткізіп атқан. Не қаласа сол бар елінде. Сапар, күллі нәрселер жүріп тұр. Билік, мансап, Қағбаның қасында, қасиетті Меккеде өмір сүріп жатыр. Іштерінде ең керемет пайғамбарды жіберді. Ойлаңыз. Ең керемет күллі пайғамбарлардың ақыры, мөрі болғанда, өз қауымына ғана емес, бүкіл әлемге жіберілген пайғамбар ауылынан шығып тұр. Не деген керемет нәрсе. Соны көре алмады, міне. Алла сақтасын, соны көре алмады ғой ақиқатта. Азабыңды әкелетін болсаң дегендей. Сонда олар бағанағы аятпен байланыстырып тұрған нәрсе ғой Алла Тағаланың. Олар асығып бастарына азап тілейді дейді. Біз ешбір қауымды азаптап жібермейміз. Олар азап тілеп атқан кезде о жерге елші жібермейінше, елші өзінің міндетін, жылдарын о жерде аяқтап болмайынша. Енді ары қарай қараңыздар. Елші жіберілгеннен кейін وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً қайсысы бір ауылды, қаланы, шаһарды жойып жіберуді қаласақ, қашан бір ауылды жойып жіберуді қаласақ. Яғни жазмышта Алла Тағала біледі, Нух пайғамбар жіберілген қауым Алланың білімінде белгілі болып тұр топан суға кететіні. Бірақ өмір реальный жасалу керек. Өмір реальный өтіп, адам өз ісіне өзі куә болу керек. Өйткені ертең сылтау тағады ғой олар, елші жібермедің ба деген нәрсе, мысалы. Сондықтан соның барлығын өткізеді. Елші жіберіледі. Бұл қауымда Алла Тағала құрт қалып тұр. Қашан ол ауылды жоюды қаласақ, жаңағы елші жіберілгеннен кейін жол береміз дейді. Сол қауымның көсемдеріне, егер елшіге қарсы шығамыз десе, қарсы шығуға. Мені қараңыздар. Не себепті қарсы шығады олар елшіге? Амар намутрофиха. Намутроф деген сөздің өзін жаңа қолданып атқан себебі Алла Тағаланың байлық, дүние байлықта, мансапта, билікте әбден шалқығандарға жол береміз құтыруына дейді.
Перғауынға жол берілді. Ей халқым, менен басқа құдайларың бар ма деген. О неге жол беріледі ол көсемдерге? Неге ол көсемдерге жаңағындай сөйлеуге жол беріледі Алла Тағала тарапынан? Жол берілген кезде ана халықты сұрыптағысы келеді Алла Тағала. Қайсысы елшіге кетеді, қайсысы бұған кетеді. Жол міндетті түрде беріледі. Әркім өзінің таңдауын жасау үшін. Кешегі сахабалардың кезінде де көсемдері қарсы шықты, пайғамбар саллаллаху алейхи Абу Жахилдер. Сол кезде жаңағындай қаншалаған адамдар қорықты да одан өздерінің позициясын сол жаққа қарай берді. Сұрыпталды, мысалы Билал дегендер, қаншама әлсіз сахабалар, олардың іштерінде бәрі батыр болған жоқ. Қорқа білетін сахабалар болса да, бәрібір иманды қабылдады. Өйткені сұрыпталу Алланың қалауымен ақыл жеңіп, былай қарай келді Алланың қалауымен мысалы. Соқтан жаңағы дүниеде шалқыту деген нәрсемен сынайды екен Алла бірінші. Елші жіберерден алдын өзінің заңдылығы сондай. Дүниенің нығметінен бермеген нәрсесі қалмайды. Кез келген қауымда солай болған. Ат па, самут па, енді елшілері сөйлеген кезде олардың мәдениет, сәулет, ғимарат, дүние, мал, күш, денсаулық барлығы бар кезде береді. Сөйтіп соның барлығын берген кезде ең соңғы нығмет келеді. Бақытты не бақытсыз болатынын шешетін. Ол тура жол нығметі. Елші соны әкеледі. Мынау ғана қалып қойды өмірлеріңнен деп. Түсіндіңіз ба? Басқасын бәрін берді, тек мына нәрсені, мына құрып атқан, тұрғызып атқан нәрселердің астына қойып үлгерейік, іргетасын. Болды. Одан кейін Алла арттыра береді одан сайын. Сол елші сол тура жол нығметін әкелген кезде олар жаңағы шалқыған нәрсемен дүние малда, мансапта шалқығандарына біз жол бердік дейді. Елшілерге қарсы шығып, халықты өзіне қарай қаратуға тырысып дегендей нәрсе. Сөйтіп өздеріңіз кез келген сол пайғамбарлар жіберілген қауымдар тарихына қараңыз. Самудтың қасында қанша адам иман келтірді. Күллісі сол жаңағы шалқығандардың артынан кетті емес пе? Луттың қауымына қараңыз. Отбасын ғана құтқардық дейді. Күллісі жаңағы көсемдердің артынан кетті. Ат қауымына қараңыз. Фирғауынды қараңыз. Сиқыршылардан басқа, Фирғауынның әйелінен басқа, немесе Фирғауынның жаңағы сарайындағы солардың әулетінен болған иман келтірген адамды айтпағанда, күллі әскер халқы Фирғауынның артынан кетті. Жол берген кезде Алла Тағала кім-кімді таңдайды. Көрдіңіз ғой. Сол кезде жаңағы пиғылы дұрыс емес, ақыретке сенбеген, қорқып, билікті, үстемдікті солардың тарапынан іздеген тарапта кетеді. Сондықтан Алла Тағала міне нәжде айтып отыр. Пайғамбар жіберілгеннен кейін қайсысы бір ауылды жоюды қаласақ, ол елдегі дүние мен билікте шалқығандарына жол береміз. Сөйтіп олар өздерінің бұйрығын жасайды халқына. Мен емес пе дегендей нәрсе. Сөйтіп фафасақу фиха. Сол жерде олар Аллаға бойұсынбау. Фисық деген нәрсе бойұсынбау, Алла Тағаланың айтқанымен жүрмеу, бұйрықтан жалтару деген мінездерді орындайды дейді қоғамда. Яғни елшіге қарсы шығу, әкелсең әкелетініңді дегендей нәрсеге жаңағы шалқыған көсемдері де артында солардың сұрыпталған. Сол кезде Алла Тағала фахаққа алейхил қаулу. Сол кезде сол ауылға біздің азап сөзіміз ақиқат болып орындалады дейді. Фадаммарнаха тадмира. Сөйтіп ол жерде толығымен күл талқан қылып, тып-типыл қылып жойып жібереміз дейді Алла Тағала. Сонда елшінің қасында бір-ақ адам қалса да бақытты. Ол өзі үшін бақытты болған бір жан, қалған кетті. Ойлаңыз, кешегі жаңа Ясин сүресінде үш елші жіберіліп жатыр. Бір адам ғана иман келтірілді. Оның өзі жерде шахид болды. Қалғанын Алла Тағала бір дауысты жіберді да жоқ қыла салды. Ойла, ол халықтың саны мысалы қанша? Мысалы 10 миллион халық өмір сүрді дейік сол жерде. Мысалы 10 миллионның біреуі ғана иманға келді. Қалғанын жоқ қылып жіберді Алла Тағала. Ол сан деген нәрсе қызықты емес, ол Аллаға. Жүрек деген нәрсе. Ол қарамайды, саныңа қарамайды ол. Түріңе қарамайды. Ұлтыңа қарамайды ол. Қай жерде өмір сүріп жатқанына қарамайды. Қандай аталардың ұрпақ екендігіне қарамайды ол. Ол сенің амалыңа қарайды.
Сенің жүрегіңе қарайды. Сенің жүрегің не өзі? Алла деп тұр ма, жоқ басқа деп тұр ма? Елші сол нәрселерді сұрыптау үшін жіберіледі. Кімде-кім елшінің тарапында қалды, бақыттылар. Саны аз болса да. Кімде-кім шалқыған байлықтарына алданып, биліктеріне алданып, қарсы шығып, саны көп болса да, Алла Тағала олардың күллісін жойып жіберген әр заманда. Сондықтан Алла Тағала бұны Мекке мүшриктері естерін жияр ма деп айтып жатыр ғой. Бұл Меккенің мүшриктеріне берілген дүние, берілген бір байлық, ол араларға берілгеннің бір оннан біріне де татымайды. Алла Тағала өз Құранда баяндағандай. Оларға берілген мүлде берілмеген, соның өзінде құтырып жүр бұлар дегендей нәрсе. Елшіге қарсы шығып өздерінше. Көрдіңіз бе? Сондықтан Алла Тағала тағы ары қарай мынандай қорытындысын айтып отыр. Вакам ахлакна минал қуруни мин баъди Нух. Нухтың қауымы топан сумен азапталғаннан кейін, жер бетінен жойылып кеткеннен кейін де, бұл тарихты біледі. Нухтың кезіндегі топан су деген нәрсені қазір біз біліп отқандай, күллі Құрайыштар білген оны. Күллі араб жазирасы оны бізден артық білмесе кем білмеген. Сол Нухтың қауымынан кейін де қаншалаған ғасырларды деп отыр, қараңыздар. Кам ахлакна минал қуруни. Қаншалаған ғасырларды, қаншалаған буындарды жойып жібергенбіз. Сіз енді өзіңіз мына нәрсені салыстырыңызшы. Алла қаншалаған буындарды, ғасырларды жойып жіберген. Жойып. Не ойланасыз бұл жерде? Жойып жіберу мүмкін бе? Болашақта да? Мүмкін ғой. Жойып жіберген. Сандар, қаншалаған шексіз сандарды жойғанда, түк қалдырмай қиратқан, ана азаптар кейбір жерде егжей-тегжейлі айтылады. Жерден жұлып әкетіп, басымен қадап, құрманың ұзын, құрманың діңгектері секілді әр жерде сілейіп жатқан дегендей. Жойып жіберген дегенде қадірі жоқ Алланың алдында. Ойлаңыз. Ертеңгі тозаққа түскен кәпірлердің өздерін сондай сөгіп жек көріп атқан кезде дейді. Жек көреміз өзімізді дегенде жаңағы бүкіл күнәлар үшін өстіп айтып атқан кезде Алла Тағала сондай сөз айтады дейді. Алланың сендерді жек көрулері, сендердің өздеріңді жек көрулерінен де жаманырақ дейді. Жойып жіберу деген нәрсені түсініп отырсыз ғой. Жойып жіберген, жақсылығын түсінбегендіктен де. Олай болса мен, Алламен мәмілем, байланысым болмаса, біз ойлаңыз, өзіңізді ойлап көріңіз. Мен деп атқан кезде, мен деп жүрген кезіңде, сен кімсің? Сен керексің бе өз Аллаға? Мен солай сұрақ қой өзіңе. Сен керексің бе? Сен кіммін деп жүрсің өзіңді? Сенің Аллаға сыйынып атқан мынандай Раббым, ақырет күні, сот күні менің есебін жеңілдете көр, Раббым, мен тозақтан сақтай көр деген осындай сүмірейген түрің болмаса, біз керекпіз бе Аллаға? Фурқан сүресінде соны айтып тұр ғой. Қул ма яғбау бикум Робби лаула дуғауkum. Айт оларға, пайғамбар, Раббым сендерді несіне керек қылсын? Сыйынған дұғаларың болмаса дейді. Сыйынуда жатыр абырой беделің, бақытың сыйынуда жатыр. Бұған жететін амал жоқ, Раббым деп сыйыну. Бұған жететін абырой бедел жоқ, көктерде де, жерде де. Анау періштелер мәңгі сол жасап атқан нәрсесі, жаралған кезден жасап атқан нәрсесі осы. Жалықпаған, ойлашы, істеп атқан ісі осы. Өзіңіз ойлаңыз. Нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак. Ана адамды жаратам деген кезде Алла Тағала жердің бетіне, біз сені күндіз түні дәріптеудеміз, я Раббымыз. Егер мақсат дәріптеу болса үздіксіз, біз оны істеп жатырмыз. Ва нуқаддису лак. Біз сені соншалықты қасиет тұтамыз. Тіпті жан дүниемізді сенің алдыңда таза ұстаймыз. Таза. Нуқаддис деген сөз ойла. Сонда Алла Тағала адамды жаратуды қалады. Жердің бетінде. Нәпсі бойында бола тұра, Аллаға адал құл болатындарды сұрыптау үшін. Сұрыпталған барлығын тозаққа кететіне кетеді. Алайда жақсылары болатынын білді. Айтқанымен жүретін болатын құлдарын болатынын білді жердің бетінде. Соншалықты дәрежеде пайғамбарымыз заманында ең биік үлгілері көрсетілді. Керек болса мал, жан деген нәрсені Аллаға дейін аямай, тек Алланың сөзі жасаса екен жердің бетінде деген буын келді. Күллі өмірін соған тіккен адамдар. Сондай дәрежеге дейін иман көрсеткендер болды. Періштелер таң қалатындай да. Міне осылар еді
жаратып жатқан нәрсе. Ал кететіндер қалғаны ібіліспен бірге кетеді тозаққа. Болды. Сондықтан бұл сұрыпталу нәрсе, құрметті жамағат. Бұл Құран түскеннен кейін сұрыптайды. Сондықтан Құранның ішіне қарай біздің амалымыз сәйкес болатын болса, иншалла, біз дүниеде де, ақыретте де жаңағындай азапталып кету нәрсесінен аман қалдырады Алла Тағала. Әйтпесе, ол біздің күнәларымызды білмейді дейсіз бе бүгінгі. Міне қараңыз аяттың соңы. Уа пайғамбар, Нұқтан кейін де қаншалаған буындарды біз жойып жібергенбіз. Уа кафа би роббика би зунуби ғибадихи хабирун басира. Уа пайғамбар, Раббың сенің жеткілікті құлдарының күнәсіне қатысты хабардар ретінде, көруші ретінде дейді. Біз көбінесе Алла Тағаланың хабардар, көруші. Алла көрді Нұқтың қауымын 950 жыл бойы жауап бермеді. Алла куә күнәларына, қылмыстарына. Алла жеткілікті куәгер ретінде. Нұх оған Раббым, мыналар тыңдамай жатыр деп айтпаса да, ол жеткілікті. Содан Алла жойып жіберді оларды. Бүгінде ол біздің 30 жылдан бері қаншалықты шүкір етіп атқанымыз, шүкір етпей жатқанымызға да ол тағы куә. Тағы куә осы нәрсенің бәріне. Біздің күнәмізді ол жеткілікті білуге. Біз өзімізді қанша ақтасақ та, немесе біз кеңес үкіметінің кесірінен кешіктік деген әңгіме айтамыз. Ол емес, Алла куә жеткілікті өзі, біледі күллі нәрсені. Сондықтан мұсылман болғаннан кейін Аллаға сынудан басқа амал жоқ бізде. Ол абырой бедел. Аллаға көнуден басқа. Ол әлемдердің Раббысы ғой. Оған өзің қазір бейбіт 12 мүшең сау болып, молшылық, тоқшылықта жүрген кезде көніп үлгермесек, ертең солай көндіреді, жаңағылар көнді емес па бәрі? Азабы келген кезде көнді ғой. Перғауынға дейін көнді емес па суда? Раббым, міне енді иман келтірдім, Раббым дегендей нәрселер. Енді ғана ма делінді оған. Сол сияқты сүмірейіп, өліп қалудан сақтасын баршамызды. Алла Тағала абырой беделмен, иншалла, елімізге осы тура жолды толығымен кемеліне келтірсін, құрметті жамағат.